Ал оқушылар, мына алдарында тұрған бізде ботайлықтардың баспанасы. Бұл ботайлықтардың баспанасы жартылай жертөле тәріздес. Осы жерден ботайлықтардың мына жерден қарасаңдар, есігі, мынау баспанаға кіретін есігі, және мынаның ішіндегі екі адамды көріп отырсыңдар. Бұл екі адам екеуінің ортасында ошақты көріп отырсыңдар. Ошақтың түтін шығатын дәл қазақтың киіз үйі сияқты бізде шаңырағы бар. Және осы жердегі тұтынатын заттары барлығы осы жерде берілген. Яғни 1980 жылы бізде археолог Зайберттің зерттеу негізінде осындай жаңғыртпалардың барлығы ботай тұрғындарының қалай өмір сүргендігін анықтаған болатын. Және екінші бөлмесін мына жақтан байқауға болады ботайлықтардың. Бұл бірінші бөлмеге қарағанда кішірек, қойма немесе жатын бөлме ретінде пайдаланған болуы мүмкін. Ал оқушылар, жалпы энолит дәуіріндегі ботай қонысы туралы, олардың баспанасы туралы, кім зерттегендігі туралы ұлттық музейдің ішіндегі видеороликті қарадыңдар. Енді оқулыққа ораламыз, өйткені бізде ұбт сұрақтары оқулықтан келеді. Яғни біздің үшінші сабағымыздың екінші видеосы, бұл 8-ші тақырып. Ұлы дала көшпелі өркениетінің қайнар көзі және қалыптасуының ерекшеліктері. Энолит дәуірі туралы айтамыз. Және қола дәуірінің кішкене кіріспесін айтамыз да, 9-ші тақырыпта нақты қола дәуіріндегі мәдениеттерге тоқталамыз. Міндетті түрде кітап оқыңдар, міндетті түрде базаны қарап, тақырып тесті орындаңдар. Сонымен қайталаймыз. Тас дәуірі біздің заманымыздан бұрын 2.600.000 жыл бұрын басталды дейміз, я? Палеолит, мезолит, неолит дейміз. Неолит біздің заманымыздан бұрын 5-3 мыңжылдықпен аяқталады. Яғни 3 мыңмен аяқталды дейміз тас дәуірі. Ал энолит біздің заманымыздан бұрын осы 3 мыңжылдық пен 2 мыңжылдықтың аралығын қамтиды. Энолит сұрағы, 3-2 мыңжылдық деген бізде 100 датада келді. Осы энолит дәуіріндегі ботай қонысы бізде 2025 нағыз ұбт-да Жәнібекке келген болатын. 140 ұпай алған инфомат бағытындағы Жәнібек бар ғой. Ол біздің тарих мектебінде оқыған Қазақстан тарихын. Сол Жәнібекке бір контексті энолит дәуірі, яғни ботай тұрағы келген. Ал кеттік. Энолит дәуірі біздің заманымыздан бұрын 3-2 мыңжылдықты қамтиды. Яғни энолит дегеніміз мыс, тас дәуір эню дегеніміз мыс, лит дегеніміз тас. Тұрмыста тұңғыш қолданылған металл. Осы энолит дәуірінің солтүстік Қазақстандағы жылқыны ең алғаш қолға үйреткен тұрағы бұл ботай қонысы мәдениеті деп айтып жатады. Ботай ауылы десек те түсінікті нәрсе. Бұл ботайлықтар солтүстік Қазақстанда адамзат тарихындағы ең алғаш жылқы өсірушілердің бірі болып есептелінеді. Және бұны сендер 11-ші сыныптың кітабында да айтылады. Бұл кішігірім мәлімет ретінде солтүстік Қазақстанда құрғақшылықтың несінен деп тұрып айтылатын деректер бар. Соларға да мән беріңдер. Энолитте аңшылық басым болып, мал шаруашылығы енді ғана қолға алына бастады. Енді қолға алын. Неолит дәуірінде мал шаруашылығы пайда болды деп айттық. Енді ары қаратай малдарды көбейтіп, мал шаруашылығы қолға алына бастады. Енді осы ботай мәдениетін 1980 жылдан бастап Виктор Зайберт энолиттік ботай мәдениетін зерттеп, осы жерде, яғни Еуразия даласында ең алғаш жылқының қолға үйретілгендігін дәлелдеген осы Виктор Зайберт. Олар қалай өмір сүрген барлығын зерттеген. Және осы жылқыны ең алғаш қолға үйретілгеніне байланысты Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың, тұңғыш президентіміздің ұлы даланың 7 қыры деген мақаласы бар. Сол жерде де осы жылқыны қолға үйреткен ботайлықтар туралы айтылады. Жылқыны қолға үйрету қашан басталды? Біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдықтың ортасында ботай терсек мәдениеті немесе ботай мәдениеті солтүстік Қазақстан даласында осы жылқыны ең алғаш қолға үйретті. Ботай деген ол солтүстікте, терсек деген кішкене батысқа қаратай орналасқан, бірақ оны археологтар әлі зерттемеген, ғылымда оның орны жоқ болғандықтан терсекті ботайға қосып айтып жатады. Енді осы ботай қонысы солтүстік Қазақстанда орналасқан деп жаңағы бері айтып жатырмыз, я? Ботай қонысы жалпы неше гектар жерді алып жатқан жаттау керек сендерге? 15 гектар жерді алып жатыр. Ботай қонысының жылы біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдық, яғни БЗБ 4-ші мыңжылдық, және мына жер 4-ші мыңжылдыққа жатады. 3700-3100 деген ол 4-ші мыңжылдықтың бас жағы, және 3100 деген 4-ші мыңжылдықтың аяқ жағы, 4-ші МЖ деп қояды мына жерге. Осы аралықта қоныстың өмір сүрген жері, ботай қонысының, осыны түсініп алыңдар.
Бірақ энолит дәуір 3-2 мыңжылдықты қамтиды. Осы екеуін шатастырып алмаңдар. Ботайлықтардың жылқы өсіргендігінің дәлелі, қолға үйреткендігінің өсірген дәлелі Виктор Зайберт ол жерден ат абзелдерді және тұсауға арналған ілмектер, жылқыға арналған заттарды табады. Сөйтіп, бұл жерде жылқы қолға үйретілгендігін дәлел болып тұр. Ботайлықтардың негізгі азығы осы жылқының етімен қоректенді және қымызын ішті. Одан кейін ботайлықтар өзі осы энолит дәуірінде мысты қорытуды білмеді дейді. Бұндай да сұрақ келіп қалуы мүмкін. Қандай металды қорытпады мысты? Ұлы даланың көшпелі өркениетінің қалыптасуында маңызды рөл атқарған мәдениет деген сұрақ бізде уже ұбт-да келіп қалды. Ол ботайлықтардың жылқы асырауы, яғни қазіргі қазақтардың көшпелі мәдениетінің алғашқы бастауы осы ботай мәдениеттен бастау алды десек болады. Енді ботайлықтар ағаш бөренесінен жартылай дөңгелек баспана тұрғызып, оның жіктерін шөппен және мүкпен тығыз бекітіп, төбесін саз балшықпен сылап, шыммен жауып түтін шығатын тесік қалдырған дейді. Яғни мынау ошақтан былай түтін шығатын шаңырақ сияқты қазақтардың шаңырақ сияқты дүниесі бар екендігі туралы айтып жатыр. Жартылай жертөле тәріздес олардың үйлері. Және қабырғаларында мына жақта екінші бөлмелері бар бұлардың. Қабырғаларын не істеп ойып, жартылай жертөле тәріздес қой. Сөйтіп ол жерге ет сақтайтын орындарын істеген. Қазіргі біздің орындар қалдырған. Бұл біздің қазіргі холодильниктеріміз, тоңазытқыштар деп қазақша айтайық. Кеттік. Келесі. Енді 4-ші мыңжылдықта қалыптасты дедік. 3000 уже аяқталып жатыр ғой. 2900 деп басталып жатыр. 3-ші мыңжылдықта, уже 3-ші мыңжылдықтың басында уже ботай мәдениет өзінің ерекшелігін жоғалтады. Оның жоғалтуының себебі неде десе, өйткені табиғатта ең бірінші қуаңшылық болды. Қуаңшылық жалпы бізде осыған дейін сабақтарда айттым есімде 3 рет болады. Біріншісі 3-ші мыңжылдықта болады, екіншісі 2-ші мыңжылдықта болады. Керісінше жаттап отырасыңдар ғой. Ал 3-ші 1-ші мыңжылдықта болады. Қуаңшылыққа ұшырағаннан кейін не азайып кетті? Жылқы азайып кетті. Жылқы азайғаннан кейін бұлар көшіп кетті жан-жаққа. Яғни ботайлықтар шығыс Қазақстанға мына жаққа келіп, оңтүстік Орал деген мына Ресей жағы, осы жаққа көшіп кетіп, оңтүстік Орал мен шығыс Қазақстанда балық аулаушылар оңтүстік Орал жағындағы, сосын шығыс Қазақстандағы аңшылардың кәсібін игеріп, сол жақтағы тайпаларға сіңісіп кеткен 3-ші мыңжылдықта. Енді қайталаймыз оқушылар: тас дәуірі, энолит дәуірі, қола дәуірі. Енді бізге қола дәуірге батыр. Яғни бізде энолит дәуірі мен қола дәуірінің басында деп айтады. Сұрақ сөйлем осылай, бірақ мына жер қараңдар. Біздің заманымыздан бұрын 3600 деген ол 4-ші мыңжылдыққа жатады, 4-ші мыңжылдыққа. 2300 деген ол біздің заманымыздан бұрын 3-ші мыңжылдыққа жатады бұл. Бұл 2-ші мыңжылдыққа жатпайды. 3-ші мыңжылдықтың аяқ жағы уже бұл. Энолит және ерте қола дәуіріне жатады деп береді. Дәл осылай, қалай кітапта қатесі бар, дәл солай жаттайсыңдар. Өйткені бізде қола дәуірі біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта пайда болады. Осыны түсініп алыңдар. Мына жақтан Ресей жағынан көп тайпалар болғандықтан ұлы даланың батыс бөлігін қамтып, яғни олар ұлы даланың батыс тешті қыпшақ сол жақтарда өмір сүріп жатыр ғой. Сол жақтан мына жайық жағы мен Қазақстанға көшіп келеді. Ал қашан көшіп келетіндігін кітапта былай жазады, қараңдар. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші мыңжылдықтың соңында, примерно сол 2300-дерде бізге келген болып тұр ғой. Даланың қазақстандық батыс бөлігіне Жайық өзені жақтан шығу тегі көне шұңқырлық малшы тайпалар қоныстану басталды. Яғни қой, ешкі, сиыр осындайларды өсірген дейді бұлар. 3-ші мыңжылдықтың соңында бұлар Ресейдегі оңтүстік Орал мен Қазақстан далаларында адамдар аз қоныстанып, жерлер бос жатқан еді дейді. Яғни батыс жақтан келді, мына жақты және мына жаққа көшіп келіп жатыр дейді көне шұңқырлықтар. Неге? Өйткені бұл жерлер пустой еді. Ал олар уже малдары көп болғандықтан көп малдарды жаюға не керек? Жайылым керек. Сонда қай жақтан көшіп келді дегені бізде батыстан көшіп келгені бар. Ал қай жері көшіп келді? Оңтүстік Орал мен Жайық өзені жағына келіп қоныстанады. Осыларды қарау керек бізде. Именно осы тақырыпқа байланысты контекст сұрақтар да бар. Көне шұңқырлықтар мал өсірумен айналысып, жартылай көшпелі болды. Ірі қара ұсақ малдар және жылқылар өсірген. Жайылымға дөңгелек жүк арбалар арқылы көшіп жүрген. Жүк арбалардың үстінде кәдімгі киіз үйлер болғандығын айтамыз. Көне шұңқыр мәдениетінің өзіндік белгісі мәйіттерді, өлген адамды қорған астындағы шұңқырға жерлеу. Бұл көне шұңқыр мәдениетінің өзіндік ерекшелігі.
мәйіттің тізесін бүгіп арқасымен жатқызып үстіне бояу сеу жерлеу әдісі тән деп сұрайды сендерде. Сол кезде сендер көне шұңқыр мәдениетіне тән деп жауап беру керексіңдер. Және бұл көне шұңқырлықтарда 4 дөңгелекті арбаның қалдықтары табылған. Жаттап алыңдар. 4 дөңгелекті арба қайдан табылды? Көне шұңқырдан. Алдағы келесі видео сабағымызда біз 2 дөңгелекті арбаны айтамыз. Ол кезде сендер сынтасты деп жауап бересіңдер. Жақсы ма? 4 дөңгелекті көне шұңқыр мәдениетінде. Ал енді оқушылар, энолит дәуірі аяқталды. Энолит дәуірінің аяғы қола дәуірінің бас жағында бізде көне шұңқыр мәдениеті деп айтты. Енді осы жерде энолит дәуірінен кейін қола дәуірге батыр. Энолит біздің заманымыздан бұрын 3-ші және 2-ші мыңжылдық. Ал қола дәуірі біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықтың басы деген жаттап алыңдар. Өйткені сол кезде мыс пен қалайыны өндіріп, кәдімгі екеуін қосқан кезде қола деген металл шықты. БЗБ 1-ші мыңжылдықтың басы. Осылай жаттайсыңдар. Басы деген жаттайсыңдар. Ал енді оны ғасырға айналдыратын болсақ, 2-ші мыңжылдықтың басы деген ол 18-ші ғасыр, 1-ші мыңжылдықтың басы деген ол 8-ші ғасыр примерно. Осы нәрсе. Ал енді оқушылар, қола дәуірінің өзі бізде екіге бөлінеді. Ерте қола және кейінгі қола. Кейінгі қола дәуіріндегі мәдениет ол бізде Беғаз Дәндібай деген мәдениет. 10-ші және 8-ші ғасырларды қамтиды біздің заманымыздан бұрын. Ал оған дейінгі Сынтасты, Петров, Алакөл, Феодоров, Сарғарлық деген мәдениеттерді алдағы видео сабағымызда айтамыз. Осыны түсініп алыңдар. Ерте қола және кейінгі қола болып қола дәуірінің өзі екіге бөлінеді. Ертең мен Беғаз Дәндібай кейінгі қола дәуір мәдениеті деген кезде таң қалып жүрмеңдер, ағай қайдан алып алды деп. Ал енді қола дәуірін ғасырмен сұрайтын болса 18-8 дейсіңдер. Ал мыңжылдықпен сұрайтын болса БЗБ 2-ші және 1-ші мыңжылдықтың басы, екеуі де басы. Осыны түсініп алыңдар. Енді осы қола дәуірі 2-ші мыңжылдықта ұлы дала үшін үлкен бетбұрыс кезеңі болды. Өйткені үлкен өзгерістер болды. Қола дәуірінде қандай өзгерістер болғандығын бізде қола дәуіріндегі өзгерістер деп просто сұрайтын ұбт-да сұрақтар бар. Тұрақты қоныстар пайда болды. Адамдар енді тұрып қоныстана бастады. Қоралар, жылы қоралар салып бастады. Дөңгелекті көлік, сосын қола құю ісі дамыды. Тайпалардың кең ауқымды көші-қоны басталды. Неге тайпалар тұрақты қоныста отыратындар, олар бізде егіншілер, отырықшы егіншілер, ал көшіп жүретіндер, яғни тайпалардың кең ауқымды көші-қоны ол малы көп адамдар, яғни қуаңшылық салдарынан біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта 2-ші қуаңшылық болды. Сол себептен тайпалар үдере көшкендігі туралы айтып жатырмыз. Және мал шаруашылығы мен егіншіліктің дамуы адамдарды тұрақты азықпен және киіммен қамтамасыз еткендіктен халықтар бір орында мекендей бастады. Бұл 2-ші мыңжылдықтың бас шағында. Қуаңшылық кейіннен болады ғой. Ал енді қола дәуірінің алғашқы қалаларын айтамыз. Қола дәуіріне жататын алғашқы қалалар, олар қазіргі Ресейде, яғни оңтүстік Оралда орналасқан Арқайым және Сынтасты қалалар. Қола дәуірінің қалалар деп жаттаңдар. Және бұл жерде, осы қола дәуірінде қолөнершілер пайда болды. Яғни қолөнершілерден қолдан өнер бір затты жасайтындар. Қыш шеберлерін қолөнершілер деп атаймыз. Тігіншілер, сүйек өңдеушілер және зергерлер. Осы қазіргі мына қыздардың сырғаларын, әйтеуір алтыннан жасайтын бұйымдар, күмістен, мыстан, бұл соның барлығы осы қола дәуірінде, зергер деген мамандық қола дәуірінде пайда болған. Енді Арқайым қаласына тоқталсақ, Арқайым қаласының жаңғыртпасы міне, Сынтасты міне. Осы екі қала қазіргі Ресейдің оңтүстік Орал жерінде орналасқан. Примерно Арқайым деген мынау немен шектескен? Челябімен шектескен, қазір Қостанайдағы. Сосын мына жерде Сынтасты қаласы орналасқан. Арқайым қаласы міне. Осы жерлерде примерно, кеттік ары қаратай. Қола дәуірінде жайылымдық жер үшін мал шаруашылығымен айналысатын тайпалар, яғни қола дәуірінде жайылымдық жерлер үшін мал шаруашылығымен айналысатын тайпалар арасында жиі қақтығыстар орын алды. Не үшін? Жер үшін. Мал жайылатын жер жоқ. Бұл әскери істің дамуына әкеліп, нәтижесінде атқа жегілген әскери арбалар пайда болды. Яғни екі дөңгелекті әскери арбалар не үшін пайда болды? Өйткені тайпалар бір-бірімен соғысып жатыр жер үшін. Бұған дәлел ретінде парсы жазбасына жататын Зарастризмнің қасиетті кітабы Авестада құдайлар шайқаста жауынгерлерге көмектеседі. Және жауынгерлердің қамқоршысы Митра құдай аспанда дөңгелекті әскери арбамен жүреді дейді. Енді мынаны тыңдап алыңдар.
сонда қола дәуірінде әскери адамдардың қамқоршысы болған құдайы кімдер деп сұраса, Митра деп жауап бересіңдер. Және күн таңбасы да осы қола дәуіріндегі тасқа салынған суреттерде жиі бейнеленеді. Және күн шуақ таңба бұл күнді нышандық бейнелеу болып есептелінеді. Және ежелгі осы қола дәуірінде примерно өмір сүрген Ари деген тайпалар болған, әрқайым тұрағында өмір сүрген дейді. Олардың өзінің таңбасы осы күннің таңбасы болған дейді. Яғни күнбасты адамдар. Кеттік. Күнге табынушылық деп айтсақ та болады бұны. Ал енді осы екі дөңгелекті арбалар біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықтың соңында дөңгелекті арбалар жасалды деп. Мен сендерге өткен сабақтарда айтқам, екі дөңгелек. Ал құралмалы киіз үйлер 2-ші мыңжылдықтың соңы деп, иә. Ауыр жүк арбаларын өгіздерге жеккен қола дәуірінде. Ауыр жүк арбаларын. Өйткені жылқылар, екі жылқы арбаға жегіліп, олар соғысқа пайдаланып жатыр, иә. Дөңгелекті көліктің пайда болуы алысқа көшуге мүмкіндік берді. Жылқыны қолға үйрету, дөңгелекті көлік, киіз үй, қуаңшылық, осының бәрі әсер етіп жатыр. Енді біздің заманымыздан бұрын 3-ші мыңжылдықта жаңалықты айттық қой, ал 2-ші мыңжылдықтың басы, мынаған мән беріңдер. Өйткені вариантта 2-ші мыңжылдықтың аяғы деген болады сендерде. Вот, осы кезде қиналып қаласыңдар. Неге бұл болады ағай десеңдер, өйткені бұл 100 датада бар. 100 датаны ашып қарасаңдар болады. Енді ұлы дала тұрғындары қола қортуды, яғни мыс пен қалайны қосып, қоланы шығаруды қашан меңгерді? БЗБ 2-ші мыңжылдықтың басында. Ал енді 50 жыл өткеннен кейін БЗБ 2-ші мыңжылдықтың ортасында еңбек құралдары мен қару-жарақтар, найза, жебенің ұштары, айбалталар мыстан қарағанда, тастан қарағанда қаттырақ мықты металл қоладан жасалды. Яғни әшекей бұйымдар да қоладан жасалды. Қола дәуірінің адамдар үлкен әскери артықшылыққа ие болды. Осыған байланысты бізде 2023 нағыз ұбт-да мынандай сұрақ болған. Қола дәуірінде далалықтардың мықты да жеңімпаз қауымға айналу себептерін бірі деген сұрақ келеді. Сол кезде қыш ыдыстарды өндіру, әшекей бұйымдар жасау, еңбек құралдарын өңдеу емес, қару-жарақтары жасауынан деген дұрыс жауап болады. Өйткені қару-жарақтар болса мықты әскер болмайды, жеңімпаз болмайды. Ал енді қола дәуіріндегі кен орындарына тоқталатын болсақ, жалпы осы уақытқа дейінгі мына Сарыарқа даласының кен орындарында туралы Қаныш Сәтбаев өзінің зерттеуінде айтқан деп айтып едік. Ал енді Сарыарқа мен Кенді Алтайда мыс өндіру біздің заманымыздан бұрын 2-ші мыңжылдықта басталған. Осыған байланысты міне 2-ші мыңжылдықта кен өндіру дамыды дейді. Сол кезде Кенді Алтай мен Сарыарқа деген жауапты белгілейсіңдер сендер. Ал енді 2-ші мыңжылдықтың басында болып отыр ғой бұлар. Ал енді 2-ші мыңжылдықтың аяғы, яғни 13-12 ғасырлар кен өндірісі жоғарғы шегіне жетті. Яғни 13-12 ғасырларда. Ал орталық Қазақстанда да, орталық Қазақстан мен Қазақстанның өзге өңірлерінде ежелгі дәуірге жататын 500-ге жуық кен орындары болғандығын анықтаған тарихшылар, археологтар. Енді осы қола дәуірін жаңағы бері айтып жатырмыз ғой, 2-ші 1-ші мыңжылдыққа жатады, немесе 18-ші БЗБ 18-18 ғасырға жатады деп. Енді осы қола дәуірін андрон дәуірі деп те атайды. Неге? Өйткені деп қазір соны түсіндірем, қараңдар. Андрондық мәдени тарихи қауымдастық Қазақстан аумағында қола дәуірді кейде андрон дәуірі деп атайды. Неге екендігін? Андрон мәдениетін 1914 жылы археологтар, яғни Батыс Сібір жеріндегі Андронова ауылынан табады. Археологтар тауып, бұл энолит дәуіріне ұқсамайтындығы, қоладан жасалған бұйымдар бар екендігін көріп, бұл дәуірді сол ауылдың атына Андронова ауылы деп атайды. Яғни 1914 жылдан бастап солай аталып келіп жатыр. Және бұл андрон дәуірінің ерекшелігі былай ұбт-да келеді. Бір мәдени тарихи қауымдастық ретінде қалыптасқан қола дәуіріндегі далалық малшылар мәдениеті қалай аталады? Яғни дұрыс жауабы андрондықтар деп аталады. Және осы андрондықтардың мәдениетін келесі видеода Сымтасты, Сарғарлық, жаңа Феодоров деп барлығын бөліп шығамыз. Және андрон қоғамында ер адамдардың мәртебесі жоғары болған. Андрондықтар негізі сиыр малын өсірген, қыс мезгілінде андрондықтар баспаналар мен мал қораларын қатарластыра салған. Яғни қора мен үй бірге болған. Жылқы өсіруші ботайлықтардан айырмашылығы андрондықтардың. Олар сүтті мал өсірумен айналысқан. Бүгінгі 3-ші сабақтың 2-ші видеосы аяқталды оқушылар. Ал енді 9-ші тақырыпты айтамыз, түсіндірем мен. 9-ші тақырыпты қарамас бұрын видеоны дұрыстап қарап, тақырып тесті орындап, конспектін жазыңдар, міндетті түрде кітап оқыңдар.